Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, сіздермен мен Құралай. Бүгін сіздерге осындай дәмді, жұмсақ болып шығатын сочник дайындайтын боламыз. Видеомда ары қарай көрмес бұрын төмендегі подписаться деген батырманы басып, қазақша каналымның дамуына үлес қосып, мені қолдай кетіңіз. Біздіге керекті ингредиенттер осы. Сармайымызды алып, осының үстіне секерімізді салып, жақсылап миксермен араластырамыз. Осының үстіне бір кесе қаймағымызды салып, тағы да жақсылап бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Осының үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Осының үстіне ұнды бәрін бірден салмай, аз-аздан салып, араластырып отырамыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Енді ары қарай қолмен елейтін боламын. Міне осындай қамыр шықты, дөп-дөңгелек дайындап, салапанға салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Салмасына творогтың үстіне бір жұмыртқаның сарысын, секерді және ұнды салып, бәрін бір араластырамыз. Қамырымызды өйстіп бөліп аламыз, бөлшектеп, және ішіне жаңағы дайындап қойған творогымызды салмасын саламыз. Міне бізде дайын болып қалды. Осыны 180 градуста пісіріп шығарамыз. Міне бізде дайын болды. Дәмді, жұмсақ, жақсы болып шығады. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.